Сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы алғашқы адам қалай пайда болды? Бұл сабақта сендер біріншіден адамның шығу тегі туралы теориялармен танысасыңдар. Не себепті ежелгі адамдардың тобырға біріккенін білесіңдер, және де рулық қауым мен тайпаны салыстыруды үйренесіңдер. Жаңа тақырыпты бастамай тұрып, біріншіден тарих дегеніміз не және ол нені зерттейтінін сендермен бірге анықтайық. Тарих адамзат туралы ғылым. Ол өмірде өткен маңызды оқиғалар, тарихи тұлғалар туралы ақпарат береді. Тарих үшін барлық үдеріс адамзат баласының өткен өміріне еске түсіретін барлық оқиға маңызды. Бұл бізге не үшін керек? Адамдардың бұрын қалай өмір сүргенін білу бізге неге қажет? Орта ғасырдағы атақты ғалым Әл-Фараби былай деп жазған: тарихты білмей, өткенді, қазіргі жағдайды білу, келешекті болжау қиын. Ал ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы сөздің ең ұлысы, ең сипаттысы тарих деген еді. Сонымен, тарих дегеніміз адамзат баласының өткенін зерттейтін қоғамдық ғылым. Және тарих алғашқы адамның пайда болуынан бастап адамзат қоғамы өмірінің барлық кезеңдерін бүгінге дейін зерттейді. Яғни, тарих өткеннің ғылымы. Енді сендерде мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Ежелгі замандағы тарихи оқиғалар туралы біз қайдан білеміз? Әрине, тарихи деректерден. Тарихи дерекке біз адамдар пайдаланған заттар мен құралдарды, мысалы киім, тұрғын үй, құрал жабдықтарды, сондай-ақ бабаларымыз қалдырған жазба мәліметтерді жатқызамыз. Тарихи деректер бірнеше түрге бөлінеді. Ол материалдық, жазба, ауызша және де өнер туындылары. Бірақ тарихтағы ең маңыздысы бұл адамдар болып келеді. Ал енді біздің сабағымызға оралсақ, ежелгі тарих 4 кезеңге бөлінеді. Ол біріншісі тас дәуірі, екіншісі мыс тас дәуірі, үшіншісі қола дәуірі, төртіншісі темір дәуірі. Қалай ойлайсыздар? Әр кезеңнің әр қайсысы неліктен осындай атқа ие? Өйткені құралдар мен қару-жарақ жасауға осы кезеңдердің әр қайсысында сәйкес материал пайдаланылды. Мысалы, тас ғасырында құралдар тастан жасалды, ал қола дәуірінде қоладан жасалды. Біздің сабағымыздың маңызды мәселесі алғашқы адамның қайдан пайда болғаны. Алғашқы адамның пайда болуы туралы 3 теория бар. Діни, эволюциялық, ғарыштық. Әр қайсысына жеке тоқталсақ. Діни теорияға сәйкес, адамды жоғарғы күш иесі Құдай жаратты. Діни теория дәлелдеуді қажет етпейді, себебі ол адамның сеніміне негізделген. Әсіресе адамның пайда болу мәселесі христиандардың Библия, мұсылмандардың Құран атты қасиетті кітаптарында көрсетілген. Қасиетті жазбаларға сәйкес, Құдай әлемді, жерді және жануарларды жаратқаннан кейін саз балшықтан адамды жасады. Алғашқы адамның есімі Адам болды. Ал ұрпақ жалғастыру үшін Құдай адамның қабырғасынан әйел адамды жаратты. Оның есімі Ева болды. Ғарыштық теорияға сәйкес, жер бетіндегі тіршілік бұрын жер бетіне құлаған метеорит немесе кометада болған ұсақ тіршілік иелерінен басталған. Космостан келген тірі организмдер уақыт өте келе дамып, өзгеріп, көлемін үлкейтіп, қазіргі біз білетін жер бетінде тіршілік ететін жануарларға айналды. Оның ішінде адам да бар. Келесі теория ғылыми, яғни эволюциялық теория. Бұл теорияның авторы әйгілі ағылшын ғалымы Чарльз Дарвин. Эволюциялық теорияға сәйкес адамдар маймыл тәріздес приматтардан тарады. Яғни, адамдардың арғы-аталары климаттың өзгеруіне байланысты кездестірген қиындықтарды жеңу үшін өзгеру қажет болды. Мысалға, Африкада ағаштардың азаю себебіне байланысты алғашқы адамдарға ағаштан түсіп, жеміс-жидектердің орнына етпен қоректенуіне тура келді. Тағы бір үлкен өзгерістердің бірі адамның түк жүре бастап ми көлемінің артуы болды. Ақылдың арқасында адамдар кез келген жануарды жеңе алды.
тіпті Африканың алыбы піл де найзамен қаруланған адамдар тобына ештеңе жасай алмады. Достар, ал сіздер қай теорияны қолдайсыздар? Жауаптарыңызды комментарийге жазып қалдырыңыздар.